Саламатсыздар ма баршаларыңызға. Айтып кетейін өзім жайлы. Кішкентай кезден әкесіз өстім, өте намысшыл болдым. Шешем жалғыз өзі өсірді. Есіміңізді айтып кетіңіз. Менің есімім Гүлнұр, жаңағы бухгалтерский услуги деген қызбын ғой. 12 жастарымда сол кезде есімде анам қатты ауыратын. Операцияға түсті, содан кейін санитарка болып больницада жұмыс істейтін. Біз бір бөлмелі общежитияда 17 квадратный метрда екеуміз тұратынбыз. Анамды көремде, ауырып операциямен жүрген кезде ауыр жұмыс істейді, ауруларын операцияға түседі, көтереді, онысы қайта-қайта жыртылып кетеді. Сол кезде мен өзіме мақсат қойғам ғой кішкентай бала кезімнен. Мен тездетіп өсіп, тездетіп жұмыс істеп, анамды жұмыс істеткізбейтін деп, үйге отырғызып қоям анамды деп. Анам қиналмайды осыдан кейін деп. 13 жасымнан бастап жұмыс істей бастадым. Түрлі жұмыстар істедім. Официант болдым, бір жерге барып, магазинге 13 жасар қыз болсам да енді менің адалдығыма сеніп, магазин шығып қойып қоятын, түнде сол жерде жатып магазинде сататын, барлығын істедім. Енді жанындағы туған-туысқандарым біреу көтерілген, біреу болған жоқ та, біреуден үлгі алатындай. Ауылда кіндік шешем болатын, ол кісіні кішкентай кезімде көргем, соны айтатын да. Сол Шынар бухгалтер болып істейді екен. Әке шешесін өстіп көшіріп алды, сондай жағдай жасап жатыр туған туысқандарына деген. Сол мен үшін бухгалтер деген бір арман болды да, соны істеймін деп өзіме мақсат қойып, сол 13 жаста кітабымды тауып алдым, 13 жаста армандарымды жазған екен, өстіп бухгалтер боламын, осылай отырам, ипотекаға үй алам деп, анамды жұмыс істеткізбеймін, өстіп отырғызып қоям деп, сол 9 класста оқып жүрген кезде жазғаным. Кейін мен уже бухгалтер болып жұмыс істеп жүрдім, 1-2 жыл болған кезде. Үй алдық ипотекаға, ең бірінші үйімді. Сол кезде ананы оқып жылармандай болдым да. Қалай сонда мен сол кезде жазып қойған екен бұл осының барлығын деп. Квантовая физика. Құдайдың беретін білген кезде мен ипотека демей былай алатын деп жазатын едім ғой депші. 2 бөлмелі үй демей үлкен үй деп айтатын едім ғой деп. Енді Жаздым ғой, Аллаға шүкір, содан бері мен сонымен қазір жазып қойдың арман мақсатын. Барлығы, армандар картасы барлығы бар менде. Онымен өзім бұрыннан бері айналсам. Содан кейін енді анамды шынымен де сол айтқан тілегім қабылданып қойды енді. Анамды жұмыс істеткізбеймін деп едім, сөйтіп анам жылдан жылға ауырып, одан кейін бір жағдайлар болып, жұмысы шықпай үйде қарайып қалды да. Бірақ жағдайының барлығы шетелге шығады, жыл сайын демалысына тойын ешқайсынан қалдырмаймын, киімімде барлығын нетіп қойғам. Бірақ қарайып қалды, анам өспеді. Сосын енді арманым, сол анамды өссінші, бірден істесінші, мен өзім өсіп жатырмын, анам өспей жатыр да. Анаған қарап енді жүрегім ауырады ғой. Сосын кейін енді қазақтардан курс көрген жоқпын. Анам мен қазақ тілді мен өзім түрлі тренингтарға барам, кітап оқимын. Ол кісіні қызықтырамадым, телевизордың алдынан шықпайды, не істеймін енді деп жүрдім де. Шамиль Әлеудиновтың курсы болды да бізде Алматыда. Сол кісіге тренингқа апардым. Мен енді өзім түсініп отырғаннан кейін керемет әсер алдым. Ол кісіге ол әсер еткен жоқ. Бір наоборот көңілі түсіп қайтты да. Қазақша курстар іздей бастадым. Енді кешірім өтінемін, ол енді бір неткенім емес, өзім біз енді обществода қалыптасып кеткен ғой, қазақ тілді сапасыз, білім сапасыз, общество сапасыз деп. Сондай енді үлкен компанияларда жұмыс істеймін, қазақ тілділерге менсінбеушілікпен қарайды. Сондайдан кейін өзім сондай қалыптасып кетті менде деші. Мен де ойладым, қазақ тілді сапалы білім аламаймыз деп. Солай сенім пайда болды ғой. Шовинизм сынып кеткен ғой. Сөйтіп клининговые услуги деген бір апашка сөйледі. Ана кісіні тыңдадым дағы, жатып тыңдағам, түнгі сағат 11 болған, ютубтан көріп жатырмын. Сөйтіп түнгі 2-3 болған білмей қаптым. Атып шықтым да мамаға жүгіріп барып, мама, болды, мен сені таптым. Осындай жерге жаздым деп, мама айтты, сен мені тасымаған жерің жоқ қой. Надоелсің уже, басымды ауыртпашы, бар шығар деді де. Содан не істеймін енді, ол идея келіп қойды, сосын алдындағы қыздарға звондап, сол семейный пакет алдым. Өзім оның алдында Аяз Шабудинов деген российский тренер болатын. 9-ына оған ақшасын төлеп қойғам, 9-ында соны бастайтын керек болатын. Ойладым, мамамды қазақ тілде енді, қазақ тілге нетеді ғой. Соған жазамдағы, өзім жаңағы Шабудиновтан оқи берем деп. Келген күні ағай, сізді алдында отырдық. Көрген кезде ана жерде оян қазақ, мен ояндым, сен де оян деп, мен бұрыннан бері бар едім, мен туған туысқандарыма жеткізе алмайтын соны. Талай отырыстарда барлығына көріп жатсыңдар ғой, мен сендермен жүрген баламын ғой, істедім ғой, қыз бала болсам да деп, ағаларыма барлығына айтып жеткізе алмайтын да сонышы. Содан ананы айтып жатқан кезде көзімнен жас бұрқылдап бақтышы, ана өлеңді айтып жатқан кезде. Өзіңнен баста керек екен. Егер мен өзім менсінбеушілікпен қарасам, өзімнің ұлтыма өзім менсінбеушілікпен қарасам,
өзім еңбек еткім келмесе, мен ойладым осы жылы мен Лондонға кетем деп отырғам. Сіз айтып жатсыз ғой, кетем деп жатқан адам бәрі қалып жатыр деп. Біз енді бухгалтерлар болғаннан кейін анау айтады ғой, 20 жылға ипотека алған адам бақытты деп, потому что 20 жылға өмірінде мақсаты бар. Менде мақсатымның бәрі орындалып қойды да. Енді өзіңізді арманмен жүресіз ғой, үй алып берсем, одан кейін мамама 3 бөлмелі үй алып берсем, осы үйімді үлкейтсем дедім. Одан кейін бір сертификациялар болды. Осы сертификацияны істесем, ең соңғы сертификация болды да, біздің өзіміздің саламызда. Енді ойладым, мен соны алсам болды, керемет, бітті, сол енді шың депші. Предел мечтай. Иә. Алғаннан кейін ананы біртүрлі сезімде болдым. Как будто мен алдап қойған сияқты болды да. Маған арман жазып қойды ғой, осылай болды, детей сұраласың, керемет болады, өмір деген болды, сол дегенде. Иә, мен алдымдағы кризис болып кетті менде. Пустота. Как будто осы меді армандағаным деген сияқты. Ештеңке өзгерген жоқ, сол баяғы Гүлнұрмын. Тек қана сертификаттарым көбейіп жатыр. Жаңағы состоянием енді ештеңке өзгермей жатыр. Не істесем, жан-жағыма қараймын, болмай жатыр. Одан кейін жаңағы өзгертулер жайлы түрлі тренингтарға барып жүріп, армандар картасын жасадым сентябрь айында. Ол да бір осы қазір анализировать етіп отырып байқап жатырмын да. Армандар картасын жасадым да, енді жасым 26-ға келген, тұрмыс құру керек қой. Жаңағы отбасы барлық жағын толтырып қойды да, астына карьера деген жерді толтыратын кезде не толтырарымды білмедім. Уже пустой, все. Келіп қойдым мен, бұл менің армандағаным емес екен. Не істерім білмедім ары қарай. Енді өмір 9 жыл бойы кішкентай кезімнен бастап бухгалтер боламын, осындай нетем деп армандадым. Сол мақсатыңа жетіп, енді не істеймін? Ұзақ жүрдім, бір ай жүрдім, сосын кейін алдында енді мынау запускать ету керек деді ана картанышы. Болмайды, анау пустой картаны запускать етуге болмайды екен дедімдегі, сосын кейін әйтеуір предприниматель. Мой бизнес лучше в своей отрасли, моя команда самая лучшая, у нас крутые тимбилдинги деген сияқты нелерді тауып алып жабысып қойдым да. Бірақ кәсіпкер болу ойымда болған жоқ. Мен Кулибаевта істедім, Идрисовта істедім, миллиардерлар ғой Қазақстанның. Сол кісілерде жанындағы кісілерге қараймын, олар шетелден бітіріп келген, түрлі мысалы $10,000, $20,000 зарплаталары бар, нелері бар, бірақ тоқтап қалады да. Марафон жүгіріп, енді бізде модный ғой, марафон жүгіреміз, великпен кататься етеміз, немесе бір жігіт мүлдем тастаттағы сондай үлкен финансист, крутой финансист алды да пиццерия ашып кетті. Сол айтады да, сен оны бермесең, онда сен патриот емессің деген сияқты, сондай айтты да. Содан кейін мен ойладым, значит, мен осы бухгалтерияны үйретуім керек. Қаншама мысалы айтады, өзіме де қазіргі істеп жатқан жерлерімде де кісілердің барлығы мойындайды, мені жақсы көреді де, бірақ айтып отқан сөздерінен, енді ол кісілер Советский Союз кезінде орысша оқыған кісілер, сөйтеді, қазақша білім болмады, қазақша дұрыс білім бермейді дейді. Сосын мен айттым, мен де сол қазақтардың ішінен шыққан мендемін ғой деймін де, сіздермен бір қатарда отырмын, асып түспесем кем түсіп отқан жоқпын деген сияқты. Содан кейін ойладым, енді осыны мен қазақша білем ғой, енді неге үйретпеске? Себебі қазақ тілді мұғалімдер жоқ екен, менің саламда жоқ екен. Сосын кейін енді сізге келдімдегі жаңағы Алаштың идеясын алып, қазақ деген ішке прям намыс қойғанда жүрегім жарылып кете жаздан сезім болды мендеші. Рахмет, осы сіңіз тек қана жемісін жеп қабылдап отқан сендерге рахмет, керемет. Шынында сенің салаң қазір Сұңқарға, ВИП-қа келеді ғой да. 10 жыл, 20 жыл істеп жүрген адамдардың көбінде бухгалтериясы мүлде қойылмаған, бюджетирование қойылмаған, содан кейін ана бюджет қойылмағаннан кейін кез келген акционер, болмаса директор шешім қабылдаған кезде управленческий шешім, управленческий учеттің немесімен қабылданады. ОДР, баланс, ОДД, соған қарап сөйтіп қабылдау керек та. Ана цифрмен басқара алмағаннан кейін, цифрмен владеть етпегеннен кейін шешім қате болады. Қате болғаннан кейін батпаққа барып жығылады. Содан ең қажет осы кәсіпкерлерге бір неме, самғауда біз оқытамыз, бізге қазақ тілді немене жоқ. Біздің әйгерім қазір қазақ, біздің финансимыз мықты тоже. Машкевичте істеген, бірақ қазақша өте нашар да. Бізге спикер керек. Осы самғауға спикер керек. Қазақ тілінде финансы жақсылап оқытып, жақсылап тәптіштеп түсіндіретін де. Содан кейін ары қарай біз енді самғаудан шығарғаннан кейін солардың бәрін неменеге алу керек, қызмет көрсетуге, обслуживание алу керек та. Бүкіл финансын аутсорсингке беру керек қой қазір, солар ғой. Батыстың моделі. Компания өзі айналыспау керек, аутсорсингке беріп тастау керек. Біздің өзімізде де біздің бухгалтериямыз дұрыс жүргізетін адам жоқ та, қазір Аманжол деген бухгалтер жүргізіп жатыр. Бірақ система жоқ, жүйе жоқ, бұрын қатып қалған ескі неменемен автоматизация жоқ. Мен өзім с удовольствием беріп тастайтын едім бүкіл компанияларымды неменеге, аутсорсингке. Сондықтан спрос өте көп сенің неменеңде.